Қыздар, келіншектер, егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, яғни сіздің аяғыңыз ауыр деген сөз, және сіз перзентханаға сумка дайындап жүрсіз деп ойлаймын. Бұл менің екінші рет босануым. Бұл сумканы сол бірінші рет босанған тәжірибемен жинадым. Қазір сіздерге ішінде не барын көрсетемін. Ең бірінші құжат салып қою керек. Мен қазір құжаттарым, мен әлі поликлиникаға барып жүрмін. Менде қазір 38-ші апта, сондықтан менің құжаттарым бұл сумканың ішінде емес, бөлек. Құжаттардың ішіне обменная картаңыз, бүкіл анализдеріңіз, УЗИлеріңіз, доплер болса, ол да, сосын барлық қажетті удостоверениеңіз міндетті түрде болады, алып жүресіз. Және өзіңіздің ерекшелігіңізге байланысты тағы қандай құжаттарыңыз болады, соны алып барасыз. Негізгісі обменная карта мен удостоверение. Менде қасына жолдасымның құжаттарын алып барам. Менің ойым соннан свидетельство алып алу о рождении. Сондықтан неке куәлігім мен жолдасымның удостоверениесін, копиясын, оригиналын бәрін бірге алып барам. Енді құжаттардан кейінгі нәрсе ол сорочка мен халат. Қазір сіздерге көрсетейін. Сорочка мен халат. Мен желтоқсан айында босанатын болғандықтан, ПДР менде 16 декабрь. Сондықтан мен мынандай бұрын алып қойған вафельный халатым болған. Осы үлкен, қазір аяғым ауыр кездің өзінде маған болады осы халат. Кең, мол, жылы. Мен перзентхана салқын болады деп ойламаймын. Бұл жай ғана палатадан шығып, коридорда жүргенге, столовыйға барғанға, соған арналған халат. Сорочка, бұл сорочканы мен бірінші баламды босанғанда киемін. Дәл сол балам босанатын кезде, роддомға кетіп бара жатқан кезде алдым. Үйдің қасындағы торговый центрден. Матасы жұмсақ, сосын жағасы резина. Баланы емізгенге де өте ыңғайлы бұл. Сосын осы инстаграмнан, ютубтан блогерлердің, аяғы ауыр әйелдердің осылай сорочка туралы ойлары, бәрінің жазатыны бір нәрсе. Ой, бірінші баланы босануға киетін сорочкаңызды арзан ала салыңыз, ол бүлініп қалады, сосын оны лақтырасыз деп сөйтіп айтады. Білмеймін, менде, мүмкін әркімде әрқалай шығар, менде еш жерде бүлінген жоқ, тап-таза тұр. Бірінші баламды босандым осы сорочкамен, және бұны босанғаннан кейін кішкене дақтар болды. Кішкене бір-екі жерінде ғана дақтар болды. Сол кезде кәдімгі кір сабынның жақсы түрін алсаңыз, білмеймін, мен ақ сұлу деген сабынды қолданамын. Сонымен жуып кетірдім. Босанғаннан кейін бір кішкене қолданып жүрдім. Емізуге жағасы ыңғайлы болғандықтан. Одан кейін жинап жуып салып қойдым. Міне енді екінші босануыма шығарып отырмын. Келесі резиновые тапочки, носки. Резиновые. Тағы носки болады. Теплые, вот. Міне. Бұл түгел резинка тапочка. Сол айтқандарындай бірдеңе тамып кетсе, бәрі солай кеңес береді ғой. Бірдеңе тамып кетсе жуа салуға, сосын өзіңізде кейде бір жуына саласыз, соған ыңғайлы. Және менің басымнан өткен бір жағдай, босанғаннан кейін бірінші баламды, менің де палатадағы көршімнің де екеуміздің де аяғымыз дөп-дөңгелек болып пісіп кетті. Сол кезде осы резинка тапочка сонда да созылып аяғыма болып тұрды. Егер мүмкін қаттырақ аяқ киім болғанда, басқаша аяқ киім болғанда, мүмкін мен оған аяғым сыймай, мен басқа аяқ киім сұратар едім үйден. Ал осымен бұл созылып деп жүре берді, және бұл мынаның бір жақсы жері, мынандай массажный қабаны, массажный, өте приятный аяққа. Бұл менде мындай тапочка бірнешеу, мен үйге киюге, кухняға киюге сондай алып қойғам. Бірақ мынау сол бірінші баламды босанғаннан кейін қолданғалы солай жиналып тұр. Жаңағы сорочкамен бірге жинап отырған тапочки. Басқа ештеңе қолданған жоқпын, сол қалпы тап-таза күйінде тұр. Қасына бір жұқа носки қосып қойдым, және бір қалың носки ала салдым, енді қыс болған соң. Бірақ қазір қыс қой, мен ешқандай носки кимеймін, негізі носки кимеймін үйде. Келесі
су білесіздер, егер инстаграмнан ютубтан оқып жүрген болсаңыз, босанғанда су өте қатты қажет. Және менің оқыған мәліметтерім бойынша баланың суы, біздің ішімізде жатқан баланың суы 3 сағат сайын жаңартылып тұрады. Сондықтан әйел суды жақсы ішу керек. Тіпті отек кезінде де суды жақсы ішу керек дейді. Отек болды деп суды азайтудың қажеті жоқ деп айтып жатыр қазіргі дәрігерлер. Сондықтан менің бірінші босанғанымда қасымда партнер болған жоқ, және маған суды алып беретін адам болған жоқ. Менде су болды, бірақ оны алып маған ішкізетін адам болған жоқ. Мен сумкама қарап тұрамын да, суға жете алмай жүрдім. Жете алмаймын, қасымда тұрған сумканың ішіне суды алып шыға алмайтын деңгейде болды менде схватки. Сол үшін міне осындай детская вода бар ғой, мынандай присоскасы, ішуге ыңғайлы осындай 2 су салып қойдым. Және осы менің осы екінші босануға дайындығымда түсінгенім, адамның қасына, босанатын әйелдің қасына әрқашан партнер керек. Ол партнер осындай міне суды алып беруге, кішкене ана әйел қиналып жатқанда не керегін сұрауға, сол үшін керек. Және осы суды алып беру үшін керек партнер сізге қасыңызға алып кіруге. Осыларды суды ішсеңіз де, тамағыңыз кеуіп кеткен кезде, ерніңіз құрғап кеткен кезде осының пайдасы мол. Өзіңіз білесіз, егер сіз суды жақсы ішетін болсаңыз, көбірек ала беріңіз. Егер қатты мен су ішпеймін десеңіз, біреуін аласыз. Менің айтатын осы сізбен бөлісіп жатқан ақпаратымның бәрі жай ғана өзімнің басымнан өткізген тәжірибем. Әркім өзінің жеке жағдайына байланысты қосып аларын өзі біледі. Так, келесі телефон зарядкасы мен наушники. Ол енді бір қатты маңызды нәрсе емес, онсыз босана алмай қалатындай жағдай емес, оны қарайсыз өзіңіз. Мынау подгузники жөргек маған. Бұл подгузники мен размер М-ка алдым. L емес М, бұл артығымен алдым. 4-еу, менде тағы 2 болу керек. Артығымен алған себебім, мен бірінші босануға подгузник алғанда, әрине мен ол кезде бірінші босанып жатқан соң мен өзім былай арық болдым, 42-ші размер көйлек киетінмін. Сондықтан маған аптектегі сатушы S-ка размер берді, бірақ мен оны киген кезімде, босанып жатқанда S-ка маған ішіме жетпей, әрең жетіп тұрды. Және мен бұл подгузниктің мағынасын, қандай мақсатта қолданылатынын түсінбегенмін ол кезде. Роддомға барған кезде ғана маған медсестра айтты, суым кетіп жатқан кезде, сіз неге киіп алмайсыз деп. Сол кезде ғана мен түсіндім оның сол үшін екен. Сондықтан, егер суыңыз кетіп бастаса, осылай артығымен алып қойып, подгузнингіңізді киіп аласыз. Және менің сол оқыған мәліметтерім бойынша, осы подгузниктің ішіндегі су подгузниктің ішіне кеткенде, оның түсін көре алады врач. Характер қарай алады, айта алады, сіздің ішіңіздегі судың қаншалықты таза емес екен. Сол үшін де керек деп ойлаймын. Келесі, қасында мынандай бір урологическая прокладка қосып қойдым. Бұл урологическая прокладка менде бірінші босанғанымнан кәдімгі упаковкасы целый тұр. Бұл маған өте үлкен, қалың болып көрінді. Сонда да біреуін қосып қойдым. Бұл жолы көремін енді. Қажет болып жатса, мүмкін қолданармын. Келесі пеленки, жаялықтар. Маған жаялықтар одноразовый, бәріңіз білесіздер ғой. Қараған кезде, врач келіп қараған кезде, одан кейін после родовта осындай қажет болады. Осмотр болған кезде астыңызға төсей саласыз да. Менде 2 мында салынған осы сумкаға. Сосын мынандай балаға арналған пеленки. Бұл менің бірінші балама қолданған пеленки. Білмеймін, бірдемеге керек болып қала ма деп қосып салып қойдым. Сүртіп жүре ма баланы, білмеймін. Негізі босанған кезде өздері орайтын нәрсесін бәріне орайды. Тек қана баланың киімін сұрайды ғой. Баланың киімі. Негізі бұл стерильный, жуып қойдым. Мен слип жақсы көремін. Әрине әркім өзі біледі. Баласына не кигізетінін. Мен ондай слиптар жақсы көремін. 56-шы размер слип алдым. Этикеткасын бәрін уже қиып алып тастап, жуып, түктеп қойғанмын. Осындай слиппен бір чепчик бас киімі. Бірінші баламның киген носкиін салып қойдым.
және подгузники. Мынау Хаггистің Newborn, менің ойымша Newborn деген упаковкасы кішкентай. Енді баланың салмағын мен білмеймін ғой. Қанша өзі айтса да, оны туылғаннан кейін ғана білеміз. Ешкім айта алмайды. Сондықтан ең кішкентай подгузник алып қойдым Хаггистің кішкентай упаковкасынан шығарып. Бірақ мен негізі Хаггис қолданбаймын, мен Мерис қолданамын. Кейін послеродовая сумкада көрсетемін. Меристің үлкен упаковкасын алып қойдым. Мына баланың киімдері. Келесі бумажное полотенце. Біреу босануға және влажные салфетки алдым. Одан кейін мынандай пакеттер. Бұл пакеттер мен роддомға барып киімімді ауыстырған кезде үстімдегі киімді салып беріп жіберем. Аяқ киімімді, үстімде шешкен киімдерімді салып беріп жіберем. Күйеуіме қайтарып. Сосын мына жерде перекус. Перекус болғанда бұл жерде мен алғаным мынандай одноразовый стакан алдым. Трубочка алдым. Өйткені ол жерде басымды бүйтіп көтеріп ішетіндей де шама болмайтын кез болады. Одноразовый стакан бірнеше болған себебі менің егер қасымда партнер болса, ол да шаршайды ғой. Ол да ұзақ жүреді менімен мысалы. Ол да шай ішкісі келеді, ол да күш жинақсы келеді. Және мынандай 3 в 1 шай алып қойдым. Мен сүт шай жақсы көремін. Мынау жай ғана заварка. Ол да сүтсіз ішемін десе, мынаның ішінде қант салынған. Және мынандай Қазақстан шоколад салып қойдым. Роддомға суды алғанда, осындай шай, қосымша жейтін, ауыз тиетін нәрселер алған кезде қасыңыздағы партнерді да есептеңіз, тек өзіңіз күресетін алмаңыз. Өйткені ол адамдар сізге көмектесіп шаршайды. Оған да шай керек, оған да су керек. Ол да ішкісі келеді, ол да жегісі келеді. Және менің осы бірінші босанғанда осы заттар менде болған жоқ. Мен оны білген жоқпын қажет екенін. Және менің оқығаным схватки бітіп, бүкіл күшім кетіп қалады, әлі жоқ. Енді потуги басталады, нағыз босанатын кез, нағыз шешуші сәт. Жаңағы разрывы болмау үшін кішкене әйел тыңдау керек дәрігерді. Дәрігердің айтып жатқан, былай күшен, былай істе, енді демал, енді былай деп айтқан кезде, соны түсінетін кішкене күш керек, істейтін күш керек. Сол кезде сіз өзіңізге ұнайтын бірдеңе жеп, ішіп, әлденіп алу керексіз. Сол үшін осы шай, өзіңіз ұнататын бір нәрсені жеп алу маңызды. Мен сүт пен шайға қант салып, кәдімгідей сап-сары шай ішкен жақсы көрем. Сол үшін осы заттарды шығарып алдым. Әдетте мен 3 в 1 шай ішпеймін. Енді ол жерде біз кәдімгідей сүт бәрін алып бара алмаймыз, сондықтан минимально, бірақ мүмкін болып алдым. Және бұның қасына әлі де қосатын холодильникте тұрған пакетім бар. Ішінде кішкене печенье, өртмейіз, сондай перекусқа жарайтын нәрселер бар. Және вазелиновое масло. Сіздерге көрсетем, бұл ақ кеткесінде көп пакет көріп тастағым. Вазелиновое маслоны тоже инстаграмнан, ютубтан оқығаным. Обычное вазелиновое масло 70 теңге тұрады. 70 или 60 теңге тұрады. Осы маслоны для промежности бала шығып келе жатқан кезде врач майлап жібереді дейді, сонда бала жеңіл шығады деген сондай идеяны оқыдым. Бұл маслоны мен ішім өсіп келе жатқан кезде, осы 30 аптаның кезінде қатты өсіп кеткен кезде, уже күндегі жағып жүрген корейский лосьон для тела құрғақтықты жеңе алмаған кезде осы маслоны алып қолданғанмын. Ішіме түгел жағатынмын, өйткені менің қожам өзі құрғақ. Сондықтан иісі жоқ ешқандай, бір жағымсыз да емес, өзі арзанмай. Сол үшін алып кетем. Енді ең бастысы акушерге соны айтуды ұмытып кетпеу керек. Осылай мен осындай зат алып келдім. Мүмкін болса, қолдану мүмкін болса, сәті түссе қолданып көріңізші. Маған көмектесе ма деп айтып қою керек деп ойлаймын. Так, енді ішіндегі бұл жерге менің заттарымнан тек қана
Құжаттарымды қосу керек, басқасының бәрін салып қойдым. Көргендеріңізге, назарларыңызға рахмет. После родовая сумкаға бөлек видео снимать етемін.